Дәл қазір Америка құрама штаттарымен тікелей байланысқа шығуға мүмкіндік туып отыр. Нью-Йорктағы қазақ полицейі, Нью-Йорктың ең үздік полицей атанған және кәсіби боксшы Димаш Ниязов және біздің әріптесіміз журналист Америкада қазақ радиосын ашқан Данияр Қожа бүгін бізде байланыста, қазақ тілде радио ашқан. Ассаламағалейкум, қайырлы таң. Димаш мырза, Данияр мырза. Уалейкум ассалам. Ассаламалейкум қазақ. Қал жағдайларыңыз қалай? Қалай, бізді естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұрмыз ба? Иә, жақсы естіліп тұр. Енді арамызда 11 сағат болғаннан кейін бізде кішігірім енді өзгерістер болуы мүмкін, ренжімеңіздер. Америка, Нью-Йорк қаласынан жалынды сәлем достар. Димаш, Данияр. Сәлем. Рахмет, сіздерде енді түн болса да бізбен қазақ елімен уақыт тауып байланысқа шыққандарыңыз үшін алғыс білдіреміз бірінші кезекте. Сіздерге көп рахмет шақырғандарыңызға, тікелей эфирге бізге өте қуаныштымыз, тоже сіздер күтіп қарап отырғанымызға. Рахмет. Енді Димаш мырза, Данияр мырза, қазір Америкадағы жағдай қалай, карантин қалай болып жатыр, сол турасында айтып өтсеңіздер. Да, карантин как бы у нас до сих пор есть, рестораны внутри кушать нельзя, только на улице. А так, конечно, тяжело, конечно, всем ребятам. Многие сейчас без работы остались. Надеюсь, что скоро это все закончится. Скоро откроется эта экономика, все бизнесы, все рестораны. Поэтому мы сейчас сами сидим у нас здесь в ресторане, где наши казахи тоже здесь работают, и они нам помогают, мы, конечно, их поддерживаем. Поэтому мы сюда пришли и с вами в эфире сидим. Түсінікті. Данияр мырза, ал карантин кезінде сіз ашқан қазақ тілді радио жұмысын тоқтатқан жоқ па? Барлығы жақсы ма? Наоборот, біздің осы қазір қазақ бағдарламамыз осы именно карантин уақытында одан бетер өсіп отыр, одан бетер спрос болып жатыр. Біз Димаш екеуміз алғашқы эфирімізді өткіздік. Генеральный консул, Қазақстанның генеральный консул Нью-Йорктағы қонаққа шақырдық. Ол кісі бізге күшті сұхбат берді. Керемет эфир өтті. Алғашқы эфиріміз. Алдағы уақытта енді жиі шығып тұрамыз. Бізде екі тілде болады. Димаш енді бауырым осы жерде уже 15 жыл тұрып жатқаннан кейін қазақ тілі нашарлау, бірақ түсінеді бәрін сөйлейді жақсы. Енді кішкене қысылып отыр, сол үшін орысша сөйлеп отыр да жалпы. Бастысы қаны қазақ қой. Бастысы ол дұрыс айтасың. Әрқашанда қазақ деп жүреді, әрқашанда туын көтеріп жүреді, хотя уже Америка азаматы болған өзіне, бірақ әрқашанда қазақ туын көтеріп жүреді біздің Димаш бауырымыз. Енді Димаш мырза, кәсіби бокс жағы қалай болып жатыр? Жақын арада жекпе-жекке шығасыз ба? Осы турасында айтып өтсеңіз. Сіздер рингте сағынып қалдық кәдімгідей? Да, конечно, скучаю. И поэтому у меня будет скоро анонс. 20 февраля я буду выступать в городе Майами, в штате Флорида. У меня будет оппонент из Колумбии. Поэтому я жду, не дождусь своего боя. И, конечно, приведу еще одну победу для Казахстана. 20 қаңтар күні келіңіздер, көріңіздер. Димаштың келесі жекпе-жегі болады Майами қаласында. Бәріміз қолдайық Димашты. Үлкен сопернигі, үлкен кәсіпқой боксер, танымал мексиканец. Димашқа болеем за Димаша. Енді Димаштың жеңіске жететініне сенімдіміз. Бүкіл қазақ елі болып, әрине жанкүйер боламыз. Сәттілік. Енді Данияр мырза, сәл ғана камераңызды өзіңізге қарай бұрып жіберсеңіз, сіз қиылып қалып жатсыз. Сіздің жарқын жүзіңізді көргіміз келіп тұр. Міне тамасы. Міне керемет. Енді кеше жақында ғана, сізде тікелей эфирде Қазақстан қосылып тұр екен, рахмет. Жақында ғана енді Америкада енді жайсыз жағдайлар болды ғой. Димаш мырза, барлығы жақсы ма қазір? Да, потихоньку, все потихоньку, бәрі жақсы. Просто мы сейчас, все трудятся, работают, как бы... Всем тяжело, но мы стараемся делать все, что возможно. Вот мы с Даниаром открыли радио, тоже Казах Тайм сейчас. Все сейчас я в карантине, но это хороший момент для всех слушателей здесь, в Нью-Йорке, русскоговорящих населения тоже, и для казахских. Поэтому всем интересно очень, что мы сейчас делаем. Я думаю, это принесет
Казахстану очень большую пользу, и где мы можем раскрыть много-много талантов из Казахстана по всему миру. енді димаш қазір мен қасына көп жүремін, димаштың қасына соны түсінемін, ол айтады маған жағдайды, мен сұрағын түсіндірдім сіздердің сұрақтарыңызды. Қазір нью-йоркта бәрі кішкене басылды, бізде ешқандай бір военный положение или там бір бәрі уже басылды, и қосымша карантинда уже кішкене жіберіп жатыр, көп жерлер ашылып жатыр, торговый центрлер ашық. Бізде осы 2 күн болды уже, өкінішке орай қатты қар жауып тоқтамай жатыр, қар Нью-Йорк қаласында штормовое предупреждение болып, машиналарымыз бәрі қардың астына батып, сондай бір қызық жағдай болып жатыр. Нью-Йоркқа ол ерекше жағдай, қар өте аз жауады Нью-Йорк қаласында. Соған байланысты штормовое предупреждение болды осы 2 күн қатарынан. Бастысы амандық болсын. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы маған сіз бір-бірлеріңізді тауып араласып отырғандарыңыз меніңше кәдімгідей қуанышты жаңалық енді қазақ ретінде. Ал Америкадағы қазақтар жиі жиналып тұрасыздар ма? Бас қосу бола ма? Жерлестер болып, қазақстандықтар болып? Өкінішке орай олай жиі болып тұрмайды, өйткені біздің қазақтарымыз кішкене бос жүреді бұл жерде. Соған байланысты біздің осы ойымыз Қазақ радио осыған арнайы жасап отырмыз, щоб қазақтардың бірігу үшін бірігіп өткен. Бұл жерде көп халық тұрады, мысалы өзбек халқы, қырғыз халқы, орыстар, олар бәрі сплоченный, оларда комьюнити бәрі жақсы. Біздің кішігірім қазақтар болса әр жақта, әр бос жүреді, сондай өзіміз сондай халықпыз, кішкене жұмсақ халықпыз да. Соған байланысты біздің қазақ радиомыз мақсат сондай болып тұр, жиналып бәріміз бірге. Енді жай ғана бір ет асып бір шақырып жіберу керек-ау, жинала қояды барлығы. Ол міндетті түрде, енді бұл жерде канина жеуге болмайды. Бірақ оны обязательно міндетті түрде жасаймыз. Біз бұл жерде Америкада жылқы еті жеуге болмайды. Сондай бір ерекшесі бар. Болмайды. Сіздерге қазы жіберейін деп едік жай. Енді Димаш мырза, Данияр мырза, жақын арада елге бір келіп кету ойда бар ма? Әрине, біз Димаш екеуміз ақылдасып отырмыз. Біріншіден осы эфирді қазір жүргізіп кетіп, бір эфир жасап, сондай бір Димаштың жекпе-жегі 20-шы. Құдай қаласа, выиграю бой. Отқаннан кейін қазақ елімізге жеңіске барамыз. В Казахстан вместе приедем и запустим еще один выпуск, наверное, в Казахстане, в прямой эфир, чтобы сделать Казах Тайм, как бы collaboration, да, такой. Совместно с вами, сіздермен бірге жасап. Қазақ радио, Казах Тайм қосылды. Тамаша, енді бүкіл қазақ елі дәл қазір сіздерді біздің бағдарлама арқылы тамашалап отыр, өздеріңіздің таңғы бір тілектеріңіз болса. Мархабат. Пожелание. Скажи. Енді қазақ елімізге біз тілейтініміз аманшылық, осы жылдамырақ осы ковид деген нәрседен құтылсақ қой, қазақ еліміз аман болсын, ауырмасын ешқашанда. Біздің осындай телевидение, радио осылай дәрежеге көтерілсін, әлемдік дәрежеге, что бізді бүкіл әлем танитын болсын. Біз енді жүрген кішігірім амал жасап жүрміз осындай радиомен, Димаш болса әрқашан туымен көтеріп Қазақстан туын. Біздің Қазақстанымыз бәрі халық білсін, осындай керемет халық бар екен, күші көп халық, осындай азаматтар, жігіттер бар екеніне көз жетсін деп тұрмын. Біздің мақсатымыз сол, біздің сіздерге тілейтініміз сол. Бірігіп жасайық. Да, побольше, знаете, был трудный год, конечно, и поэтому в этом году давайте оставаться вместе, будьте здоровы, счастливы, и давайте победим вместе, конечно. Да. Рахмет сіздерге де амандық, саулық тілейміз ең бастысы, және де алдағы жекпе-жекте Димашқа тек қана жеңіс тілейміз. Рахмет сізге. Амандықта жолыққанша. Сау болыңыз, қазақ елі. Рахмет. Ал, қымбатты